Сәлеметсіздер ме, өмір күнделігі каналының тыңдармандары. Мен ішімді өртеген мұңымды сіздермен бөліссем деп едім. Қазір қатты күйзелісте жүрдім. Мені түсініп қолдау көрсететін ешкім жоқ. Өйткені мен бұл басымдағы жағдайымды таныстарыма айта алмаймын. Сондықтан да өздеріңізден комментарийде ақыл кеңес күтем. Мен өте көрікті болып өстім. Сондықтан мен өзіммен қатар ұлдарды менсінбейтінмін. Маған ойын білдіргендерді мазақ етіп кетуші едім. Бой жеткен кезден бастап өзімнен үлкен жігіттерге көз қырымды сала бастадым. Институтқа түскен кезде де өзімнен үлкен жігіттермен араласатынмын. Тіпті студент кезде өзіме сабақ беретін, отбасылы ағаймен де кездесіп жүрдім. Өзімнен 5 жас үлкен жігітке тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шыққанша оқуды бітіріп, жақсы қызметке де орналастым. Бірде үйге күйеуімнің досы келді. Оның есімі Әлім, мен оны бір көргеннен ұнатып қалдым. Сол кезде ғана күйеуімді шын сүймейтінімді түсіндім. Күйеуімнің досы өте сымбатты, аққұба келген, қайратты жігіт. Өзі әскери қызметте екен. Бірақ әйелі онша реңді емес. Кәдімгі қарапайым қыз. Мен бір көргеннен екеуін тең көрмедім. Әлімнің әйелін қатты сыйлайтыны, оны сүйетіні байқалып тұрды. Неге екенін білмеймін, мен бір көргеннен Әлімді оның әйелінен қызғана бастадым. Ол әйелін құшақтап, оны мақтап көтермелеген сайын менің жыным келді. Әлім менің күйеуімді қатты сыйлайтындықтан мені де ерекше құрметтейтін. Маған да ерекше көңіл бөліп келген сайын түрлі сыйлықтар әкеліп тұратын. Ол үйге келген сайын мен өзімді ерекше сезінемін. Ғашықтықтың дерті жанымды жаралап, өмірден безіп кеткім келетін сәттер жиі бола бастады. Күйеуіме деген салқындық пайда болды. Күйеуімнің сөйлегені де, жүріп тұрғаны да маған жиіркеніш тудыра бастады. Жаздадым. Ол күйеуімнің үйде жоқ кезде келгеніне ыңғайсызданып, ертерек кетуге ыңғай білдірді. Тамақтың дайын екенін айтып, оны дастарханға шақырдым. Шай үстінде оны-мұны айтып біраз отырдық. Оны шығарып салып тұрып, мен оған ұзақ қарадым да, шыдамым таусылып, ерінен сүйіп алдым. Қалай құшақтап алғанымды өзімде бақамай қалдым. Ол ыңғайсызданып, не істерін білмей үйден шығып кеткенше асықты. Содан кейін менің ойымнан Әлім шықпай қойды. Бір күні шыдамым таусылып, оны кездесуге өзім шақырдым. Ол келісті. Екеуміз оңашада жолықтық. Әлім маған, мен сенімен махаббаттың қызығына батайын деп келгенім жоқ. Осы бастан арамызды ажыратып алу үшін келдім. Мен досыма және әйеліме қиянат жасамаймын. Бүгін сен қызбалыққа салынып тұрған шығарсың. Бірақ мен сені тоқтатуым керек. Олай етпесек екеуміздің де отбасымыздың ойраны шығады. Мен махаббатқа да, досқа да адалмын. Отбасыңды сақта. Басына қандай жағдай түссе де, ешқашан сүйген жарына сатқындық жасама деп кетіп қалды. Дәл сол сәтте ақылдысың ба? Шынымен айтып отырсың ба деп кекесін танытып күлген едім. Әрине, іштей ашуланып отырғанмын. Ал Әлім кеткеннен соң өзімнің бұл қылығым үшін ұяттан өртендім. Шынымды айтсам, мен қашанда өз көркіме, сымбатыма сенген әйелмін. Кез келген еркек ғашық боп, айтқанымды істейді деп ойлайтынмын. Келте ойлаппын. Барлық еркек бірдей, әйелінің көзіне шөп салмайтын еркек жоқ деп ойлайтынмын. Қателесіппін, әйелдер көпшілігі осындай ойда шығар, бірақ еркектің бәрі бірдей емес екен. Отбасына, әйеліне адал еркектер де бар екен. Қазір Әлім үйге келсе, ұяттан жерге кіре жаздаймын. Оны жек көріп кеткенімнен болар, сезімімде суып қалған. Шындығында құмарлықтың бір сәттік қана екенін түсіндім. Өз орныма еркектерді қойып көрдім, олардың көбісі сол бір сәттік құмарлыққа жеңіліп қалады екен ғой. Содан шаңырағының шырқы бұзылады. Ал бір сәтті құмарлығын тежей білсе, ол одан кейін ондай жаман ойға берілмейді екен. Өз басымнан өткен соң осылай топшылап отырмын. Еркектің бәрі Әлім секілді махаббатқа да, достыққа да адал болса ғой, шіркін. Әйелдер де еркектердің бетін дәл солай қайтара алса, онда барлық отбасы бақытты болар еді. Адал болайықшы.